Мен Меңдібаева Мөлдір Саятқызы, Мұрынжырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжінің 4-ші курс студентімін. Менің таңдаған мамандығым дене тәрбиесі және спорт. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға деп ұлы Абай ақынымыз айтқандай, алдына келген шәкірттің ерекше қасиет қабілетін аша білу аса шеберлік пен көрегенділікті қажет ететіні рас. Осыған біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та ерекше көңіл бөлгенін білеміз. Ол болашақтың ертеңі ұстаздың қолында дейді. Қазіргі таңда қойылатын талаптарға сай, заманауи әдіс-тәсілдерді меңгерген жан-жақты қабілеті бар ұстазды қоғам талап етеді. Мен өз мамандығымды сүйемін және оны мақтан етемін. Ұстаздық жолы қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін мамандық. Сол кездескен қиыншылықтарды тайжылмай өтуге ұстаздардың маған деген сенімдері мен сүйіспеншіліктері көмектеседі. Осы мамандық иесі болуды мектеп қабырғасында жүргенде мақсат етіп алдым. Себебі мектепте жүргенде түрлі спорттық шараларға қатысып, жүлделі орындарға ие болдым. Осы спортқа деген қызығушылығым осы мамандыққа жетелеп алып келді. Мақсатым орындалып, 2017 жылы Мұрынжырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжге оқуға түскеннен кейін өмірімнің жаңа парағы ашылды. Бұл мамандық менің оқудан кейінгі болашағым болғандықтан қызығушылық пен жауапкершілік арта түсті. Спорттық ойындар арасында жаныма ең жақыны волейбол ойыны. Сабақтан тыс уақытында волейбол үйірмесіне қатысамын. Себебі волейбол спортшылардың ептілігі мен жылдамдығын арттырады. Спортта жан-жақты болғаныммен волейбол ойынының қыр-сырын жетік меңгеріп, үздік нәтиже шығару үшін жаныма серік етіп алдым. Көп тәжірибе жинап, 2020 жылы бар мүмкіндігімді көрсетіп, бірінші орынға ие болып, WorldSkills өңірлік чемпионатына жолдама алдым.